Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгінгі тақырыбымды дисфункциональный маточный кровотечение дейді. Ол мезгілсіз ағатын қанға арнағым келіп отыр. Оны біріншіден оның қалай дұрыс емес екендігін білу үшін, оның дұрыс жағын білу керек. Бізде 13-14 жастан бастап қыздарда етеккір басталады. Ол етеккірдің уақытысы 21 күн мен 35 күннің аралығында болады. Менструальный цикл дейміз. 3-7 күнге созылады. Сол аралықта 50-200 мг қан ғана кетуі керек. Ал қандай кезде ол мезгілсіз қанау болатынын мен түсіндіргім келеді. Біріншіден миома болса, екіншіден гормональды өзгерістер болып жатса, үшіншіден жатырдың ісігі болса. Оны қайсысы екенін білу үшін біраз анализдер тапсыру керек. Біріншіден СА125 деген анализ болады. Ол ісіктердің анализі. СА19-9 деген анализ болады. Ол да қауіпті ісіктің анализі. Одан басқа УЗИ керек болады, қанның биохимиялық анализдері керек болады. Толық ақпарат алғыларыңыз келсе, менің нөміріме хабарласуларыңызға болады.